әріптестер, үздік іс тәжірибемді тарату мақсатында мен сіздермен өз тәжірибемен бөлісемін. Ендеше кеттік. Бүгінгі сіздермен бөлісетін сабағымның тақырыбы оқытудың интерактивті әдістерін қолданудың мүмкіндіктері. Бүгінгі сабағымның мақсаты оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыра отырып, өз іс тәжірибемен бөлісу. Болашақта өркениетті елдің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Тәуелсіз елдің болашағы білім беру жүйесіне байланысты. Білімді ұрпақ ол ұстаздардың қолында. Педагогикалық іс тәжірибе барысында қолданыс тапқан оқушылар арасында апробациядан өткен бұл әдіс Learning Apps әдісі. Оқытушы Learning Apps платформасында жеке пайдаланушы ретінде тіркеліп, аккаунт құрады. Өз оқу модульдерін сақтап жасайды, сонымен қатар басқарады. Пайдаланушы оқу модульдерінің авторы ретінде жасаған контентті жасырын статистикада көре алады. Оқытушы барлық жаттығу, жаңа жаттығу, менің сыныптарым, менің жаттығуларым қызметтерін пайдалана алады. Жаңа жаттығу қызметінде жұпты табу, классификация, хронологиялық кесте, мәтін енгізу, суреттерді іріктеу. Биология бөлімін ашқан кезде биологияға қажетті барлық бөлімдер берілген. Оның ішінде саңырауқұлақтар, ағаштар, өсімдіктер, жануарлар, генетика, ботаника, биология, биохимия, жануарлардың түрлері, экологияға қатысты барлық биологияның бөлімдері берілген. Осы бөлімдерге арналған барлық тапсырмалардың түрлері жинақталған. Мұғалім өзіне қажетті пәнді таңдау арқылы өзінің пәніне қажетті тапсырмаларды таңдайды. Мысалы, биология бөлімінің анатомия бөлімін ашады. Анатомия бөлімінде берілген барлық тапсырмаларды орындайды. Мысалы, биологияда қан және қанның қысымы тақырыбын өткен кезде соған қажетті тапсырмаларды таңдайды. Бір тапсырманы таңдап сіздерге көрсететін болсақ, берілген ұғымдар мен сипаттамаларды сәйкестендір. Яғни қан қысымы және қанның тамырлармен қозғалуы тақырыбында тапсырмалар. Бұл жерде тапсырманың сұрақтары және жауаптары берілген. Бұл жауаптар мен тапсырмаларды бір-біріне сәйкестендіріп, жауабын табу арқылы желімдеп жабыстырады. Және де тапсырманы орындап болғаннан кейін тапсырманың дұрыс-бұрыстығын төмендегі сілтеме арқылы тексере алады. Яғни тапсырма орындалғаннан кейін осындай белгімен көрінеді. Бұл оқушылардың тыңдалым қасиеттерін дамытады. Learning Apps әдісі бізге не береді? Оқушылар тілдік және анализ, синтез, бағалау нәтижелерін жетілдіре алады. Оқушы тапсырманы бірнеше рет орындау арқылы жақсы нәтиже көрсете алады. Оқушы алған білімін жүйелейді. Оқушы шешімді тез қабылдауына мүмкіндік туады. Жалпы оқуға деген мотивация болады, кері байланыс алады, және де оқушы өзін-өзі бағалайды. Оқушы өзіндік жұмысты дербес компьютердің көмегімен, ноутбуктың көмегімен және смартфонның көмегімен пайдалана алады. Сабақта интерактивті технологияларды тиімді пайдалану жауапкершілік пен шығармашылық тұлға қалыптастыруына алып келеді.